Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін анар жемісінің адам денсаулығына үлкен пайдасы бар екенін айтамыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, достар. Бүгін анар жемісі және оның қабығы туралы айтатын боламын. Анар жемісі шырыны қандай дәрумендерге бай екенін барлығымыз білеміз. Дегенмен, анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргендерің жөн. Егер анарды үнемі пайдаланатын болсаңыз, онда сіздің жүрегіңіз жақсы жұмыс істейтін болады. Күнделікті анарды жеп отырсақ, анар адам организмдегі құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Анар шырыны иммунитетті көтереді, тұмаудың алдын алады. Анар жемісі қант диабетімен ауыратын адамдарға өте пайдалы. Күніне 4 рет анар шырынын ішіп отырса, қант деңгейі төмендейді. Анар шырынын күніге ас қасықпенен 2 қасықтан 4 рет ішіп отыру керек. Біз анарды үйге көбіне жеуге әкелеміз. Анардың ішіндегі жемісін жеп болып, сыртын тастап жібереміз. Сыртқы қабығында көп дәрумендер барын, пайдалы заттар барын білмейміз. Енді анар қабығының пайдасы туралы айтатын боламыз. Анар қабығы ағзадағы құрттардың көзін жояды. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып, қайнатып, сұйықтықты ішеміз. Кептірілген анар қабығын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Анар қабығынан жасалған су тұнбасын ангина емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланса болады. Анар жемісінің қабығы іш өтуді тоқтатады. Бұнда да анар жемісінің қабығын қайнатып ішеміз. Анардың қабығын адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынғанда емдеуге пайдаланамыз. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стакан ыстық суға 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны 50 граммнан 2-3 рет ішкен дұрыс күніне. Сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіз. Ем болсын.